Ясин сүресі 4-ші сабағымызды жалғастырамыз. 10-ші аяттан жалғасады. Біз мына жерде қандай сөзді көріп тұрмыз? Қараңыздар. Харп мәтті көріп тұрмыз, және сәбәби мәттен кіші хамзаны көріп тұрмыз, иә? Және барлығы бір сөзде болғандықтан, бұл жерде тәжвид бойынша мәт мұттасыл болады. Мәт мұттасылдың үкімі уәжіп. Міндетті түрде 4-ке 5-ке созуымыз керек. Енді мынау уән айтқан кезде жай ғана ерінің ұшынан уә деп ерінің ұшынан шығармаймыз. Ауаны итеріп уә итеріп шығарамыз, иә? Уәсәуә ұрып айтамыз. Алейхим. Мына жерде не бар бізде? Алейхим харф лим бар, иә? Алейхим. Мим сукуннан кейін қандай келді? Кіші хамза. Бұл жерде не болады? Исхар, шафауия, ашық, анық оқимыз. Алейхим. Кіші хамза және үлкен хамза. Ихфа, жіңішке және ашық. Зау. Ихфаны зә махаражына жасырамыз, сақау. Зау. Ро, мына жерде бізде жуан болады, иә? Ро жуан болады. Бірақ бірнеше рет зәур демейміз, иә? Бір ғана ро. Зәур. Тәхум. Ләм. Қаназа, мына жердегі мим, исхар шафауия, мынау исхар шафауия, мынау исхар шафауия. Ашық анық оқылады. أأنذرتهم أم لم ихфа ашық жіңішке. Иә, ернімізді тун деп тұрмаймыз. Орнына әкеп қоямыз. Тун, көрдіңіз ба? Тунзир. Сукунмен келіп тұр. Тунзир. Хум. Тағы да исхар шафауия. Лә екіге созылады. Мину 4-ке. Аяттың соңы бізде мәт қарит болады. Лә юминун деп тоқтаймыз. Келесі аятқа өтеміз. Мына аятты бірге оқып жіберейік, иә? وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Арға жалғастырамыз. Алиф хамзаны не істейміз? Ұрып айтамыз, иә? Ұрып шығарамыз. Иннама нун шәттаны барынша ұстаймыз. Әхмейлі ғұннасын береміз. Қанша ұстасаңыз, сонша көркем шығады, қыздар. Мына жерде бізде не болады? Мәт болады, иә? Тағы да. Деп ернімізді домалақтап тұрмаймыз. Орнына кеп қоямыз. Жіңішке ашық ихфа. Тунзиру. Иә? Мәнит тәбәғ зикро. Мәнит, қараңыздар, ешқандай созу белгісі жоқ. Мәнит тәбәғ шәмсия болады. Зикро. Ва хашия рахмана бил ғойб. Қалқала болады. Сонда қалай болды? Иннама тунзиру маниттаба'a зикра ва хашия рахман. Рахман деп маға келгенге дейін ешқандай созу белгісі жоқ. Я, қалай бар? Солай оқимыз. Тағы да. Иннама тунзиру маниттаба'a зикра ва хашия рахман. وخشي الرحمن بالغيب емес, иә?
ғо жақташамыз. Бил ғойб. Мына жерде я сүкунду алдыңғы әріп фатха болғандықтан бұл харф лим болады. Уақыт болған кезде бұл мәд лим болып тоқтаймыз, иә? Бил ғойб. Ары қарай фәбәшширху. Фәбәш. Мына шәддалар бар ғой, қыздар. Мына шәддаға мән беріңіздер. Міне бір шәдда, мына жердегі шәдда. Шәддалардың бірінші сүкунында екпінді беріңіздер. Буын сияқты екпінді беріңіздер, иә? Фәбәш. Не, сүкунның үстінде кішкене тұрыңыздар. Сонда әдемі болады. Фәбәшширху. Шир ху. Ху дамир бізде созылмайды. Неге? Өйткені алдында сүкун тұр. Худамирдің алдында сүкун, және мәк келсе худамирді біз созбаймыз. Худамирдің алдында харекеттер келсе, онда худамир созылады, иә? Сила суғыра болып, екі харекет мөлшерінде созылады. Мына жерде сүкун болғандықтан біз оны созбаймыз. Фәбәшширху. Бимәғ. Бимәғ. Тамақ қырылдайды. Фиро. Бимәғфиратин. Енді қараңыздар. Бимәғфиратин. Тин. Тәмәр бұтаның асты немен келіп тұр? Қараңыздар. Тәнуинмен келіп тұр, е? Мен кішкене көтерейін. Тәмәр бұтаның асты тәнуин келіп тұр. Тәнуиннен кейін бірден уау келсе, тәжвидте идғам мағал ғунна болады. Идғам мағал ғунна деген алдыңғы сабақта да айттым. Идғам мағал ғунна, мына тәнуиннің біріншісі уауға ішіне кіреді. Иә, мына уаудың ішіне кіреді. Сөйтіп бірінші уауға ғунна береміз. Негізінде уаудың ғунналық сипаты жоқ, бірақ уауға ғунна береміз. Көрдіңіз бе? Уауда ғунна бар. Екінші уә деген кезде ғунна жоқ, ашық ауздан шығарамыз. Уә. Әж. Қалқала. Рин. Енді мына жерде қандай ихфа бар? Мына жерде тәнуиннен кейін кәф келсе, жіңішке, бірақ жабық ихфа бар. Иә, жабық ихфа бар. Әжірин. Толықтай 100% ғунна мұрнынан кетеді. Уа әжірин кәрим деп тоқтаймыз. Ары қарай. Инна. Тағы да харф ғунна мүшәдда. Барынша толық акмилі ғуннасын береміз, және мәт. Инна. Созамыз. Нахну. Ну емес, иә? Нахну. Дам айтқан кезде ерніміз толыққанды уау даммасын беру керек. Нахну. Нухил. Енді мына жердегі иге кішкене көңіл бөліп қарап жіберейік, иә? Нухил. Енді мына и қыздар, көп қыздар мына жерде нухил. Ил деп и хамзаны айтып жібереді. Міне, әлиф хамза кәсірамен келген әлиф хамза бар ғой, міне мынау и. Осы иді айтады. Мынау хамза и менен, мынау и екеуі екі түрлі. Көп шәкірттеріміз осы жерде байқамай ил мәута дейді. Ил деп хамза айтады. Хамзаны айтпаймыз. Бұл жерде хамза деген әріп жоқ. Бұл жерде жай ғана я, и, ю бар, иә? Сонда қалай болды? Нухил. Мәута. Мәу харф лим бар. Та да мәт бар. Ту деген кезде таза, тубу деп ц әрпін шығармаймыз. Тубу демейміз, иә? Ту таза. Та, ти, ту. Шәкірттерімізге қайталап айта беремін. Осыны шәкірттеріміз тәға ц махраж береді. Та, ти, ту деп, иә? Олай емес, таза. Та, ти, ту. Таза шығу үшін тіліңіз тістерге тимеу керек. Сондықтан әдемі шығады. Тубу. Мәт болады. Қаддаму. Мәт болады. Әсә. Мына жерде не бар? Қазір. Мына жерде
мәт бәдәл бар. وآثارهم мәт бәдәл екіге созылады. Жағымызды ашамыз. Сақау тіл көріну керек. Асарахум хум ернімізді орнына келіп қоямыз. Былай деуге болмайды. Асарахум деуге болмайды. Асарахум орнына келеді. Уәкулла шәйин. Шәйді тағы да не бар бізде? Сукунды алдыңғы фәтхалы харфлим бар. Тәнвиннен кейін әлиф келсе исхар. Шәйин не болады? Исхар болады. Исхар болады. Кішкене көтерейін тағы да үстіге. Көтермей жатыр. Ахсойнаху. Мақараж қалай шығар дедім. Мен алдыңғыда да лайфхакты айтқанмын, күшіктер сияқты дем алған сияқты тілімізді былай сыртына шығарып, күшіктер дем алады ғой. Тура солай. Жуан, сойнаху. Енді худамир созылмайды. Неге? Өйткені алдында мәт тұр. Худамирдің алдына мәт келсе созылмайды дедім. Тағы не келсе созылмайды? Сукун келсе созылмайды. Сондықтан бұны созбаймыз. Сойнаху. Бұл жерде не бар? Харп мәттен кейін сәбәби мәттің, міне мәт харп мәттен кейін сәбәби мәттің үлкен хамзасы келсе, екеуі екі бөлек сөзде келсе, бұл жерде не болады? Мәт мунфасыл болады. Бұның үкімі жайыз. Имам Масым қырағаты бойынша 4-ке созамыз. Мәт мұттасыл 4-ке созғаннан кейін, мәт мунфасылды да 4-ке созуымыз керек болады. Кеттік. Арғарай. Има көрінбей алды ма? Има, хамзаны ұрып айтамыз. Има мәт болады. Има тәнвиннен кейін мим келді. Итаам маал ғунна. Асықпай ұстаймыз. Има мим мубин. Қараңыздар. Има мим ерін жабылып тұр. Одан кейін мына жерде көрсеңіздер дамма тұр. Даммада еріміз алдын әп келеміз. Имамим. Одан кейін барып муд айтамыз. Имамим мубин болады. Соңғы аятта ауаны итеріп шығарамыз. Екінші әрбімізде ешқандай әлиф хамза емес, деп оқымайды. Бұл уасыл. Бұны аттап өтіп кетеміз. Өтіп кету уасыл. Үшінші әріпте дот келіп тұр. Дот мақаражында біз алдыңғы сабақта да мен айтқан болатынмын. Тағы да бір рет қайталап жіберейік. Қайталауда пайда бар. Дот мақаражы, қыздар, ол жәһір. Тіліміздің екі жаны үстіңгі тістерге тию арқылы шығады. Немесе тіліңіздің екі жағында тигізесіз, немесе тіліңіздің бір жағы үстіңгі тістеріңізге тию арқылы шығады. Тіліңіздің дәл ұшы емес, ұшына жақын бөлігі тістердің артына ойнап тұрады, тер тимес. Негізінен мына екі жақтан шығу керек. Иститол ауа көтеріледі ауыздың ішінде кәдімгідей. Ол исмат, ол ауыр әріп, ол және итбақ. Және қандай сипаттары бар? Сіздерге айтып жіберейін. Исти'ла, ол жуан әріп, және ол рихуа. Жаңағы иститола деп айтқанда, ауыздың ішінде ауа былай жайылып деп айтсам да болады, көтеріліп былай. Тіліміз қалай айтсам болады? Үстіңгі тістерге тимейді, тіліміздің ұшы үстіңгі тістерге тигізбейді. Тіліңізді кішкене артаман тартсаңыздар, тілдердің екі жаны үстіңгі тіске тию арқылы шығады. Түсінікті ма, қыздар? Енді қараймыз. Екі мим қатар келген кезде не болады бізде? Егіз әріптер. Идам, мисли, маал, унна.
бұл жерде ғұннасын толық береміз. Ләхум ернімізді орнына келіп ләхум деп тұрмаймыз, иә? Орнына келіп қоямыз. Ләхум мәсәлән, сақау тіліміз екі тістің арасына қыстыру арқылы шығады. Қасыңыздағы екінші адам, ұстаз, сіздің тіліңізді көру керек, иә? Ләхум мәсәлән, тәнвиннен кейін әлиф келді, исхар, ашқан қоқылады. Мына жердегі әлиф жіңішке, қыздар, х жіңішке, ортадағы сот қана жуан болғандықтан, кейде шәкірттеріміз жуан әріпке бейімдейміз деп, әлифті де жуан шығарады. Ас-саха деп, иә, жоқ, әлиф жіңішке, сот жуан екені шындық. Бірақ жіңішкені жіңішке, жуанды жуан береміз. Әс-хәбәл қамарияда ләм орнынан қозғалмайды. Қар, 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 ра біреу ғана. Әс-хәбәл қаряти, қаряти, из, зә сақау, сұқун. Мәт мұттасыл. Жә, хәл, қамария, мурсәлун болады. Енді барлығымыз бірге оқиық, иә? Ал менімен бірге оқыңыздар. Бисмилля. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدق الله العظيم